Тарихымыз бен әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді ұштастыра білген шоқтығы биік шығармалардың бірі Абай жолы романы. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов өзінің осы эпопеясы арқылы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық әкелді. Абай жолында 19 ғасырдағы қазақ қоғамының тыныс-тіршілігі, салт-санасы кеңінен қамтылып, сан қырлы тұтас галерея жасалған. Қазақ байтағындағы жылдың 4 мезгілі қалай әсем суреттелген десеңізші, Мұхтар Әуезов Абай бейнесін сол кезеңдегі тарихи процестермен, халық өмірімен тығыз байланыста суреттейді. Абай жолы романын түрлі, бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлердің, характерлердің галереясы десе де болады. Абайдың өсу жолымен танысқан әр адам рухани байиды, кемелденеді, өмір сүрудің адамдық, ізгі жолдарына қарай ұмтылады. Жазушы өзінің кейіпкері Абайды халықпен тығыз байланысты алып суреттейді. Абайдың өсу жолдары оқыған адамға үлгі болардай тағылым. Сөз соңын неміс жазушысы Альфред Корелланың «Сіз әлі Абайды оқыған жоқпысыз? Онда сіз мүлдем ештеңе оқымағаныңыз. Бұл таңғажайып, бұл керемет, далаға жан бітіп, дүние алғаш жаралғандағы мөлдір табиғатымен, бар тіршілік тынысымен, тәуелсіз тұлғалы жандармен сіздің көкірегіңізге кеп орнайды. Олардың бойындағы қызулық пен құмарлық қандай, дәл Шекспир суреттеген бейнелердің өзі деген пікірмен аяқтағым келеді. Ал сіз ше, Абай жолын оқыдыңыз ба?